Ассалаумағалейкум, арда қазақ. Қонақ келсе, қой соймайтын барма қазақ. Көрдік қой талайларды менмендеген, қазақ пен қасқырға ет жеуден ешқашан ешкім тең келмеген. Үлкен рұқсатын алдық, батасын алдық. Мойын ерте кезден әйелдер қауымының табағына тартылатын мүше. Кәрішілікті атам қазақ ерте кезден тұрмысқа шықпаған қыздарға, жас жігіттерге ұстауға тыйым салған екен. Сондықтан да кәрішілік бас табақтан кейінгі екінші табақ сый табақтың еншісіне салынады. Тоқтан жілік және жауырын жастар және әйелдер қауымының табағына тартылатын мүшелер. Қазақ халқында көп жерде ырымдалатын жіліктің бірі ол асықты жілік. Асықты жілікті екінші табақ сый табақтың еншісіне береді. Қойдың ең бір шырынды, жұмсақ, майлы жерінің бірі ол төс. Төсті пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған деп күйеу баланың алдына қояды. Ал егер дастархан басында күйеу бала болмай жатса, онда төс ол жастар қауымының табағына өтеді. Ерте кезде көшпенді қазақ ел кезіп, жер кезіп, көшіп қонып жүрген кезде от басынан, ошақтың басынан еттің дәмін, тұзын көргенде мына бір жерден көрген екен. Пісуі қиын піскенде өзіне ерекше дәм алып пісетін мүше ол сүбе. Сүбені бас табаққа ақсақалдардың алдына береді. Ортан жілік, төрге үлкен кісілер, құда-құдағилар отырған табаққа бас табаққа салынады ортан жілікті. Тағы бір қайталап айтып өтем, кәрішілікті атам қазақ тұрмысқа шықпаған, тұрмыс құрмаған қыздарға, жас жігіттерге ұстауға тыйым салған екен. Сондықтан да кәрішілік екінші табақ сый табаққа салынады. Ал жауырын және тоқпан жілік болса, жастар және әйелдер қауымының табағына тартылатын мүшелер. Міне тоқпан жілік және жауырын жастарға және әйелдердің табағына тартылады. Қазақ халқында жаңа айтып кеттім, көп жерде ырымдалатын жіліктің бірі ол асықты жілік. Асықты жілікті екінші табаққа салады, сый табаққа береді. Ортан жілік бас табаққа, төрге аса сыйлы қонақтар, үлкен кісілер, ақсақалдар, құда-құдағилар отырған табаққа берілетін мүше. Сүбе, пісуі қиын піскенде өзіне ерекше дәм алып пісетін мүше, сүбені ақсақалдардың алдына бас табаққа салады сүбенінде. Бірінші бас жағынан бастағанда үш қабырғаны бұғана дейді. Осы үш қабырға жастар жаққа кетіп қалмау керек. Міндетті түрде үлкендер жаққа жібереді үш қабырғаны. Ал қалған қабырғаларды 2-2-ден 3-3-ден бөліп, әрбір табаққа сала берсе болады. Омыртқа әйелдер қауымының табағына салынады. Бірақ омыртқаны бөлген кезде белдемені бірге жіберіп алмау керек. Өйткені белдеме бас табаққа тартылатын мүше. Белдеме. Бел омыртқа дейді, белдеме дейді, бас табаққа төрге салынатын мүше.
Ерте кезде жамбасты тартқан кезде жамбасқа құйымшақ не болмаса құйымшақтың ұшы қалып қойса, ол үшін арқадан дүре соғып жазылайды екен жамшымен. Ол үлкен қате болып есептеледі. Құйымшақ қазақта ол 12 мүшеге жатпайды. Бірақ құйымшақты алып тастап тұрмыс құрмаған, тұрмысқа шықпаған қыздарға береді. Тезірек тұрмысқа шықсын деген ырыммен ырымда. Ал мынау болса бас мүше жамбас, аса сыйлы қонақтарға, үлкен кісілерге, құдағилардың алдына тартылатын мүше жамбас. Biraz қазаққа ликбез жасадың, молодец. Ал қалалы жерде жас өспірімдер білмейтіндер көп болсын. Үлкендер де білмейді ғой көбісі. Соны білсін деген біздің басты миссиямыз ұлы даланың дәстүрлерін жаңғырту. Allah razı olsun. Әмин айтқандарыңыз есін. Firmanın аты тағы бір атап қойсаң бұл. Firmanın аты тағы бір атап қойсаң. Там басқа бір асам шақтырайын. Үлкен ас асқазанның ащыға жарым, қанат келсе қайнатып қос қазанын. Басқа ұлтты білмеймін қазағымның Алла мықты қып жаратқан ой асқазанын. Ет жейміз, жылқы жейміз, сиыр жейміз, қой шіркінді бәріміз сүйіп жейміз. Ал егер етіміз біте қалса, тауық сойып жағдаймыз, тым нашар қиын дейміз. Алла тағала қазақтың әрбір шаңырағын тойдан, дастарханын тойдан айырмасын. Той қаласын, астарың тәнді болсын. Әмин. Қазақ компаниясы. Ай,